Окей. Өмірімде бірінші рет Алиден заказ бердім. Микрофон, телефонға қосылатын. Қазпочтаның отделениесіне келіп алып келді деген сообщение келді маған. Соны келіп алып кеттім. Қазір алып баратырмын, көреміз үйге барып, сапасы қандай деген. Бұл микрофонның ақшасын маған патреондарым жинап берді. Көп рахмет сіздерге, достар. Осындай қолдау көрсетіп жатқандарыңызға. Вот, күшті прям ұнап келатыр маған бәрі. Сондай ақпарат қазір менде прям шыдамым таусылып баратыр, ашқым келіп баратыр. Көріп микрофон қандай екен, шын бәрін ұстап көріп, запись жазып көріп деген сияқты бәрін көргім келіп жатыр. Так, мен үйге келдім. Посылкамды алып, даладан келген соң қазір кішкене қазір қол жуып алайық. Сабында басықпай. 30 секунд ұстау керек па қолды үстіп сабында алған күйінде? Так, оны болдық. Енді пышақты аламыз. И посылканы ашамыз. Та-дам! Interview microphone, mobile phone interview microphone. Так. Инструкция Қытай тілінде. Так. Мына жерде кішкентай губка. Губкасы жақсы қалмай екен. Видеоларын қарадым ғой, отзывтарындағы. Сол кезде өте жұқа, өтке болып көрініп еді, бірақ қалмай екен мен ойлағанмен. Хорошо. О! Ё-майё! Ең бір керек заты сыныпты. Білмеймін, істей ма, я? Мен қазір суретке түсіріп қойайын, сосын жоқ болсам сынып келгенін. Да уж, сындыруға келген вообще маңнап тұрған жоқ, шын айтса. Хорошо. Бұл критичный зат емес негіз. Просто телефонға қосқан кезде бір жағынан наушник шығарып тұратын жоқ қой. Вот и микрофонның өзі. Так, бұл прям андай. Видеода көрінгендей ұзын емес екен, бірақ где-то 20 сантиметрдей болады. Темірден жасалған екен. Салмағы бар, ауыр байқалады, что темірден. Окей. Шнуры ұзын екен. Бұл жақсы, өте жақсы. Шнуры өте ұзын екен. Менде 1-2 метр бар ау деймін. Осы дейді. Бір. Так, микрофон вроде істеп тұр, достар. 1, 2, 3. Окей. Разветвитель сынған болса да, бірақ істеп тұр. Енді қазір осыған мен наушник қосып көрейін, я? 1, 2, 3. Жалпы алып қараған кезде наушниктен естіліп тұрмайды екен. Жазған зат. Бірақ
запись тоқтатқан соң еститін болсақ керек, иә. 1, 2, 3, 4, 5. Сәлем достар. Біз қазір аудиоблогтың келесі эпизодын жазып отырмыз. Менің есімім Эльдар Құдайбергенов. Қош келдіңіздер. Миказ телефонның бетін жабамында, оны қалтама салып, жүріп запись жасап көремін. Как көшеде бір запись жасап жүрген адам сияқты, репортер сияқты. Содан кейін тыңдап көрейік не болатын. Бүгін осы микрофон туралы сөйлесеміз. Микрофон, бұның сапасы қалай? Мен қазір микрофон тура аузыма қаратып тұрмын. Адамдардан өстіп сауалнама алып сөйлесетін боламын. Қазір тура ерінің егінің астында ұстап тұрмын, бір 5-10 сантиметр жерде, қазір где-то 15 сантиметр жерде ұстап тұрмын, 1, 2, 3. Қазір мен жүріп бара жатырмын, залға кірдім, мына жерде фитбол тұр, Астанада далада қар жауып жатыр, қазір майдаланған бұл қар, таңертең өте жақсы жауып тастады. Қазір шынымды айтсам, мен кішкене қарным ашып тұр, сондықтан кішкене тамақтанып алу керек. Енді мен қазір қайтадан коридорға келдім, светті өшіремін де. Мына жасалған запись тыңдап көрем, қалай болып жатқанын. Окей, записьті арқылы жалғастырайын. Бұл жерде бір қызығы, мына микрофонда ешқандай сигнал жоқ екен. Бір кішкентай свет жанып тұра ма, бір сондай жанып тұрса, микрофонның қосылып тұрмағанын біле алатындай, ондай зат жоқ екен. Бұл пушка деп аталатын микрофон болғандықтан, қазір мен микрофонды мен сөйлеп жатқаннан басқа жаққа қаратып көрейік, қалай жазылатын. Мысалы, мен қазір микрофонды өзімнің аузыма қаратып тұрмын, ары қарай қаратамын. Басқа жаққа қарай қарап тұр. Бұл жерде микрофон. Қазір мен сол жағыма қаратып тұрмын микрофонды. Енді айналдырып алып келіп, оң жағыма қарай қаратып жатырмын. Микрофондағы дыбыс қалай шығады екен, маған сол қызық тұр. Алыстан сөйлеген кезде қайтадан қазір өзімнің аузыма қарай алып келдім микрофонды. Дауыс айырмашылығы бар ма, жоқ па, соны тексеру үшін көрейік. Байқағандарыңыздай ерекшелік бар екен. Демек, бұл микрофон істеп тұр деген сөз. Демек, бұл микрофон менің бұл микрофоннан күткен талаптарыма сай. Өте жақсы, өте қуаныштымын осында микрофон сатып алғаныма. Бұның бағасы $17 ма, $15 ма, сондай бағада AliExpress-тен сатып алдым. Бұйырса, сіздер де өстіп алып, өздеріңіздің телефондарыңызды кәсіби диктофонға айналдыра аласыздар. Бұл өте керемет зат негізінде. Өйткені негізі жай ғана диктофонға да жазуға болады, телефондағы жай диктофонға жазуға болады. Бірақ ол диктофон бүкіл шығып жатқан шудың бәрін жазады. Сіздің дауысыңызбен қоса барлық жан-жақта шығып жатқан дыбыстардың бәрін жазады. Ал мына микрофон қай жаққа қаратасыз, тек сол жақтағы дауысты ғана жазады, дыбысты ғана жазады. Демек, мен көшеде кетіп бара жатып, өзімнің аузыма қаратып тұрсам, бұл микрофонды ол көліктердің немесе басқа шулы заттардың дыбысын төмен деңгейде жазады да, менің даусымның деңгейі жоғары болады. Бұл өте жақсы көмектесетін зат. Жалпы менің как учиться подкастына байланысты бір жоспарларым бар. 21 жылға сол жоспарды іске асыру үшін көмектеседі деген ойдамын. Сонымен сол, бүгінге тәмам, Эльдардың аудиоблогы аяқталады. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Менің жаңа микрофоным құтты болсын. Маған ақша жинап көмектескен патреондарыма көп рахмет, алғыс айтамын. Сіздер өте көмектесіп жатсыздар Қазақстанның тәуелсіз подкастингінің дамуына. Көп рахмет, сау болыңыздар. Достар, соңғы сөз 10 секунд бұрын AliExpress-тен бәрі шешілді. Бағанағы мәселе сынған затының суретін салдым. Ол кісілер сұрады, қалай сынды деп. Мен түсіндірдім, что коробканы ашсам, ішінде сынып өстіп шыққан екен деп. Ол кісілер ешқандай әңгіме айтпай, біз сізге жаңасын салып жібереміз. Тек қазір
не жасаңыз, жаңағы заказ жасаңыз, бағасын 1 цент қылып береміз сізге деп. Мен бәрін төледім, жасады. Енді бұйырса желтоқсан айында жаңа бағанағындай сплиттер салып жібереді. Бұл мен көңіл күйімді қатты көтерді. Happy End деуге болады. Микрофон маған өте жақсы ұнайды. Мен сіздерге кеңес беремін осындай микрофон алуға. Өздеріңіздің телефондарыңызды бағана айтып өткендей кәсіби диктофонға айналдыру жолы. Ал сіздер тыңдаған Эльдардың аудиоблогы, жалпы кез келген адамды өзінің аудиоблогын ашуға шақырамын. Ал егер қалай ашу керек екенін білмесеңіз, podcaster.kz деген сайттағы курсқа жазылып, соны өту арқылы ашсаңыз болады. Мен сол жерде бәрін түсіндірем, көрсетем, бөлсем.